Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге дәл осындай слайдтың жасалу жолын үйрететін боламын. Бұл слайдтың жасалу жолын тегін игеру үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Дәл осындай слайдты құру үшін біз әдеттегідей жаңа слайдты құрып, артық элементтерді алып тастап, мышканың оң жағын басып, формат фона дегеннен бір қажетті түсті таңдап, және оны кішкене түсін ашықтау етіп, осындай фон таңдап аламыз. Одан кейін вставка мәзіріндегі фигуры дегеннен прямоугольник, яғни төрт бұрыштыны алып сызамыз. Және осы төрт бұрышымызды копировать етіп әкеліп, тағы да мына жерге қоямыз. Енді осы төрт бұрыштылардың барлығын ерекшелеп аламыз да, тағы да мышканың оң жағын басып, группировать дегеннен группировать дегенді таңдаймыз. Содан кейін осы жерге үлкейтіп, реттеп орналастырамыз. Болғаннан кейін формат фигуры выровнять по центру етіп орналастырып қойдық. Енді мышканың оң жағын басып, группировать, тағы да раз группировать деп әрбір объектіні группадан шығарып аламыз. Енді осы жерге біз тақырыпты жазуымыз қажет. Менде тақырып дайын тұр, сондықтан көп уақытты алмай, ол тақырыпты копировать етіп әкеліп мұнда қойып отырамын. Және енді әрбір фигураның түсін таңдаймыз. Бірінші прямоугольникке барып, мышканың оң жағын басып, формат фигуры дегеннен қажетті түсті таңдап аламыз. Мына фигураның түсі осындай қоңыр болды, және де формат фигуры жоғарыдағы мәзіріндегі контур фигурыдан нет контура етіп аламыз. Немесе барлық фигураларды белгілеп тұрып, осы жерде нет контура етіп белгілеп тастайық. Және екінші фигурамызға келеміз, тағы да сплошная заливкадан қажетті бір түсті таңдаймыз. Және үшінші фигурамызға келеміз, тағы да осы жерден ұнаған түсімізді таңдап аламыз. Және төртінші фигурамызға келеміз, тағы да бір түсті таңдаймыз. Осымен біздің фигураларымыздың түстері дайын болды. Енді осы жерге сөздерімізді әкеліп орналастыруымыз қажет. Біз вставкаға барамыз, содан кейін значки дегенге барып, осы жерден қажетті бірінші өзіңіздің тақырыбыңызға сәйкес келетін белгішелерді тауып алып орналастырасыздар. Бірінші белгішені әкелем деп вставить деп қойып, және ол қара түске боялып қойылады. Соны біз осының үстінен басып тұрып, осы жерден заливка рисунка дегеннен ақ түске бояп аламыз. Дәл сол секілді қалған төрт бұрыштыларға да осындай значкилерді қойып шығамыз. Қазір мен уақытты алып отырмай, мына значкилерді бірден копировать етіп алып, мұнда қоя қоямын. Астына біз сангвиник, холерик, флегматик, меланхоликқа тән қасиеттерді жазамыз. Барлық текстерімізді қойдық. Енді вставкаға барып, фигурадан тағы да осы прямоугольниктің сызып алып, осы барлық фигуралардың үстіне, және оны заливка фигуры дегеннен пипетка дегенмен артқы фонның түсін алып орналастырып, түсін бірдей етеміз, және де нет контура етеміз. Және осы фигура көрініп тұру үшін эффект фигуры дегеннен, заготовка дегеннен, мына заготовка 4 дегенді таңдаймын. Эффект қойылған төрт бұрышымызды артына орналастыру үшін на задний план қыламыз. Енді осы слайдымыздың 5 көшірмесін жасаймыз. Ол үшін мышканың оң жағын басып, дублировать етіп отырамыз. Енді екінші слайдымызға келеміз де, мына керек емес барлық холерик, флегматик, меланхоликтерді удалить етіп тастаймыз. Егер жазулар кетпей қалып жатса, осылай етіп удалить етіп тастайсыздар. Енді үшінші слайдымызға келеміз. Мына холерик деген шығу керек. Енді біз мынаны екінші мыналарды удалить етіп тастаймыз. Үшінші осы прямоугольник қалу керек, сондықтан мына прямоугольниктерді тағы да біз белгілеп алып удалить етіп тастаймыз. Және бесінші слайдымызға келеміз. Төртінші меланхолик қалу керек, барлығын белгілеп аламыз және удалить етіп тастаймыз. Енді ең соңғы алтыншы слайдымызға келеміз де, мына значкилерді удалить етіп тастаймыз. Астындағы сөздерді де керек емес удалить етіп тастаймыз. Және мына астындағы төрт бұрышты боялған тағы да удалить етіп тастап, мына сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик деген сөздерді барлық төрт сөзді белгілеп алғаннан кейін, мына жердегі бұру батырмасы арқылы осылай бұрып, және ортаға қарай орналастырамыз да, шрифтісін үлкейтеміз және ортаға қарай орналастырамыз. Және оны біз қара түске бояп қойдық. Енді осы сөздерімізді апарып орналастырамыз. Мына екінші слайдымызға холерик, shift пернесін басып тұрып, флегматик, меланхолик дегенді копировать етіп әкеліп,
екінші слайдымызға орналастырамын. Енді барлық осы слайдтарымыздың барлығын белгілеп алып, переходыға өтіп, трансформация дегенді таңдаймыз. Енді слайд-шоу дегенге барып, сначала деп көріп көрейік. Сонымен бүгінгі жасаған слайдымыздың жасалу жолын толық игердік деп ойлаймын. Практикада жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса, үліпіл қойып, жақсы пікір қалдырып, шабыт сыйлай отырыңыздар, және де арнаға тіркеліп, өзге де әріптестерге бөлісе жүріңіздер, кәделеріңізге жарасын.